Қыз жігітке бірінші болып жазғаны дұрыс па? Қыз жігітке алғашқы болып жазуы алдында қатты қиналады. Өйткені қарым-қатынасты жігіт бастау керек деген пікір бар. Бірақ жігіт өзі бірінші болып SMS жазуға, телефон соғуға, кездесуге шақырмаса не істеу керек? Неге жігіт жазбай жатыр? Оның хат алмасу уақыты жоқ. Жігіт қызға 1-2 күн әдейі жазбайды. Оның реакциясын тексергісі келеді. Жігіттің қызға қызығушылығы жоқ. Сондықтан қарым-қатынасты ары қарай жалғастырғысы келмейді. Қыз жігітке бірінші болып жазуы дұрыс па? Егер жігіт алғашқы күндерді ешқандай әрекет көрсетпесе, қыз бірінші болып жазайын ба деген сұрақ